Сәлеметсіздер ме оқушылар? Здравствуйте, ученики! Сабақтың тақырыбы менің оқу құрал жабдығым. Тема нашего урока – мои учебные принадлежности. Біз бүгінгі сабақта өз сөзінде ақпарат сұрау, іс-әрекетке түсініктеме беру үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолданып үйренеміз балалар. Және аудиоматериалдың, видеоматериалдың мазмұны бойынша жиі қолданатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып сұраққа жауап жазуды үйренеміз. Тақырыбымыздың жаңа сөздермен таныс боламыз. Жаңа сөздер, вы знаете, это новые слова. Күнделік, дневник, күнделік, дневник. Қаламсауыт, қаламсауыт. Это пенал, ребята. Следующий у нас бояу, краска, бояу, краска. Ыштағыш, точилка. Ыштағыш – это точилка, ребята. Дальше у нас старый, ескі. Ескі, старый. Жаңа, новый. Жаңа, новый. Дальше қалың, толстый. Қалың, толстый. Жұқа, тонкий. Жұқа, тонкий. Молодцы, ребята. Еще раз самостоятельно повторите и запомните, хорошо? Бірінші тапсырма. Первое задание. Сөйлемді толықтырып айт. Мы должны дополнить эти предложения с помощью картинки. Бірінші суретте кітап. Книга. Менің кітабым қалың. Сенің ұштағышың жаңа. Ұштағыш – точилка. Твоя точилка новая. На следующей картинке у нас ластик, да? Өшіргіш. Оның өшіргіші ескі. Его ластик старый. На эти картинки тетрадь. Әлібектің дәптері жұқа. Тетрадь Әлібека тонкая. Келесі бізде пенал, қаламсауыт. Әнелдің қаламсауыты әдемі. Пенал Анель красивый. А на этой картинке дневник, күнделік. Алуаның күнделігі таза. Дневник Анны чистый. Төртінші тапсырма. 87-ші бет. А теперь, ребята, мы должны заменить слово «мен» за словом «ол». Мен сөзін ол сөзіне ауыстырып, сөйлемдерді оқимыз. То есть, должны этим предложением составить в третьем лице. Сначала прочитаем. Мен мектепке барамын. Я иду в школу. Мен мектепке дәптер, кітап, күнделік, қаламсауыт апарамын. В школу я буду нести тетрадь, книгу, дневник и пенал. Қаламсауытқа қалам, қарындаш, ұштағыш, өшіргіш саламын. В пенал положу ручку, карандаш, ластик и точилка. А теперь составим в третьем лице. Ол мектепке барады. Он идет в школу. Мектепке дәптер, кітап, күнделік, қаламсауыт апарады. Он несет в школу книгу, дневник и пенал. Қаламсауытқа қалам, қарындаш, ұштағыш, өшіргіш салады. В пенал ложит ручку, карандаш, точилку и ластик. Жазылым тапсырмасы
Это у нас письменная работа. Выполняйте в тетради, пишите. Второе задание, екінші тапсырма, 88-ші бет. Суретке қара, сөйлемдерді толықтырып жаз. Посмотрите на рисунки и дополните предложение. К примеру, ребята, по 4-й картинке точилка Анелида бұл Анельдің ұштағышы. Дәл осылай жалғастырамыз, балалар. Осымен біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. До свидания, ребята.